Қайырлы күн, 10-шы сынып оқушылары. Біз бүгін жарты саны математика бағытындағы қазақ әдебиеті пәнінен 10-шы сыныптың 90 бойынша жиынтық бағалы тапсырмаларын орындаймыз. Дәл қазір бірінші нұсқаны талдаймыз, бірінші бөлім. Бізде алғашқы 5 сұрақ осылай тест түрінде болады. Ақгүл Кемелбаеваның шашты шежірлік эпикалық әңгімесі ең алғаш қай басылымдарда жарияланды? Бұл бізде Ақ желкен және Жұлдыз журналдарында. Екінші, шаштың шежірлік эпикалық әңгімесіндегі ерекшеленген сөздердің қандай көркемдегіш құрал екенін анықтаңыз. Жылқы күзеткен арыстай үш жігіт ұрыста өліп, ерторының немересін табын-табын жылқымен қоса теке түрікмен олжалап, күнбатыс еліне айдап әкеткенін естігенде, тұсауы кесіле сала ат арқасына мінгізген Қыпшақ елі ұлардай шулап, елді дауыс сала, бет жарта жылап, аһ ұрып қала беріп еді. Бұл жерде бізде көркемдеуіш құралдар арыстай, табын жылқымен. Бұл бізде теңеу және эпитет. Кемелбаеваның шашты шежірелік эпикалық әңгімесін жазуына не түрткі болғанын табыңыз. Бегманның Мұстафа Шоқай жолымен қостомдығы. 4-ші сұрақ. Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын әңгімесіндегі Қоскөл орта мектебінің оқушыларын дүрліктірген хабарды анықтаңыз. Сәмен көшпелі алтын көріпті. Дұрыс. Асқардың шетте жүрген бауырларға өлеңі қандай ұйқас түрде құрылғанын көрсетіңіз. Шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауырласып, ата жұрт шақырады тұқымым деп, құшағын байтақ дала тауыңды ашып. Бұл бізде жұмыртпалы ұйқас. Екінші бөлім. Кемелбаеваның шашты шежірлік эпикалық әңгімесінің композициялық ерекшелігіне талдау жасаңыз дейді. Айгүл Кемелбаеваның шашты шығармасы Қыпшақ даласына жасалған шабуылдап жылқы барымталған түрікмендер қоса алып кеткен қазақ баласы шашты, яғни Кенжебек туралы. Композициялық талдау бізде бұл оқиғаның басталуы түрікмендердің тұтқиылдан шабуылы. Оқиғаның байланысы жылқылардың барымталап қазақ баласы Кенжебекті де алып кетуі. Оқиғаның дамуы жылқышы Тасқұл мен Кенжебектің кездесуі. Оқиғаның шарықтау шегі түрікмен байы Атажанның аты жарысқа екі қас тұлпарын қосуы. Оқиғаның шиеленісуі тұлпарға мінген Кенжебектің еліне қашуы. Оқиғаның шешімі Кенжебектің бір жылдан кейін еліне шашты болып түрікмен қос тұлпарымен келуі. Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын әңгімесі Шайтан тауға сапар бөліміндегі оқиғаларды талдап жазыңыз дейді. Бізде бұл Сәмен деген бала тау жақтарда жылқысымен жүріп келе жатып, бір алтын от түсті көріпті. Ауылын қайтқан кезде оған ешкім сенбей, далада тасқа да тұжырымда жасаған. Кейбіреулері дінмен байланысты шайтан деп атаса, кейбіреулері көзіне елестеген шығар деп көз жұмды. Бірақ Сәмен осы құпияны ашқысы келді. Мектептегі каникулдарды тосып, Шайтантауға баруды жоспарлайды. Өз-өзі Қажытайға айтты да, ол да барғысы келеді. Сөйтіп олар сапарға дайындалып, мылтық, лупа сияқты заттар алған. Шайтантауға жеткен кезде жаңбыр жауған соң жерде найзағай ауырған үшін тау астындағы үңгірге кіреді. Сол жерде отырып жаңбыр біткенін тосады. Бірақ сол жерде отырған кезде олар бірнеше көшпелі алтын саппен жүріп бара жатқанын көреді. Таң қалғандықтан қозғала да алмады. Уақыт өте келе олардың тыныштығын Газулу деген адам бұзады. Ол өз бастығына қоңырау шалған соң балаларымен не істеп керек дейді. Бастығы онымен ойлануға уақыт жоқ. Газулу балаларды үңгір ішінде қозылған тастың орнына шыққан есікке кіреді. Ол жерде екі ғалым отырды, Итиев және Биржов. Балалар өздерінің келу себебін түсіндірсе, жаңағы ғалымдар бетіндегі күлкісін тия алмай тыңдап отырғандай бет салады. Сосын Биржов Итиевке көшпелі алтын шындығын ашу керек деп балаларды басқа бөлмеге алып барады. Ол жерде Итиев Сәмен Қажытайға көшпелі алтын туралы ғылыми түсініктер, оның алтын емес, орысша шаровая молния екенін айтады. Сөйтіп, балалар көшпелі алтын құпиясын ашып, ауылдарына оралады. Сәменнің ойынша көшпелі найзағайдың пайда болуын әсер еткен факторларды дәлелдеп жазыңыз дейді. Жаңа айтып өткендей, бұл жерде Сәмен Шайтантауға жеткен кезде жаңбыр жауған соң жерге найзағай ұрған үшін тау астындағы үңгірге кіреді. Сол жерде отырып жаңбыр біткен тосады. Бірақ сол жерде отырған кезде олар бірнеше рет көшпелі алтынның саппен жүріп бара жатқанын көреді.
яғни бұл жерде олардың көшпелі алтын деп ұмытқаны найзағай. Бізде үшінші бөлім берілген тақырыптардың бірін таңдап әдеби эссе жазыңыз дейді. Мен бұл жерде Асқардың шетте жүрген бауырларға өлеңін идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап жазыңыз. Осы тапсырманы алдым, яғни осы тақырып екінші. Қазіргі кезде қандастарымыз әр елде шашырап жүр. Осыған байланысты ораз ақын Асқар шетте жүрген бауырларға өлеңін жазған. Бұл өлеңде бауырларымыздың елімізге қайтып келуін сұрайды. Қазақ елі бұрынғы кезде көптеген қиыншылықтар көрді. Осы себепті басқа елдерге кетуге мәжбүр болды. Қазақ халқы Ахмет Жұбанов айтқандай, мың өліп, мың тірілген халық. Оған дейін көптеген соғыстар, көтерілістер болды. Соның нәтижесінде қазақ халқы тарап кетті. Көптеген ұлт-азаттық көтерілістер аяусыз басып жанышталғаннан кейін қазақтар басқа мемлекеттердің аумағына көшіп кетуге мәжбүр болды. Мәселен, 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілістен 300 мыңға тарта қазақ Қазақстан аумағын тастап Қытайға көшіп кетті. Ал қазір тәуелсіздікке қол жеткізіп қиыншылықтар артта қалғанда Қытай елімізге оралып жатыр. Қазақтардың Қазақстаннан тыс жерлерге лаж жастан қоныс аударуы 19 және 20 ғасырлар шегінде орын алды. Ол кезде қазақ даласын Ресейдің еуропалық бөлігіне қоныс аударып келген шаруалар арқылы отарлап жаппай жүріп жатты. Қазақтардың ең жақсы және де ең құнарлы деген жерлерін тартып алу жалғаса берді. Міне мұндай жағдайда қазақтардың өздерінің ежеленіп отырған дәстүрлі көшіп қонып жүрген жерлерін лашықтан тастап, қайдағы бір құнарсыз, сусыз жерлерге қоныс аударудан өзге амал қалмады. Ал қазір біз тәуелсіз мемлекетпіз. Шетелде жүрген бауырларымыз қайта туған жерлеріне орала алады. Енді барлығымыз бірігіп, осы тәуелсіздікті жоғалтпай ұстауымыз керек. Осымен біздің ТЖБ тапсырмамыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.